Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы беш бармақ дайындаймыз. Алдымен суымызға етімізді салып қайнатып аламыз. Бетіне шыққан көбіктерді сүзіп алып тастайсыздар. Менде жылқының еті болғандықтан шамамен 2 сағаттай қайнайды. Енді қамырын дайындауға кірісеміз. Жылы суға бір ас қасық тұз қосып араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды жарып, жылы суды қоса отырып, қатты қылып қамыр елеп аласыздар. Бешбармаққа керекті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Сол жерден қарап шықсаңыздар болады, қанша ұн керек екенін. Бұл жерде бізде бір дөңгелек қамыр, бұл бізде 5-6 адамға жетерліктей болады. Қамырды жақсылап қолдарыңызбен басып, біркелкі болғанға дейін илейсіздер. Қамырымыздың бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін тағы да бір ашып, бетін жақсылап басып аласыздар да қайтып жауып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды алып боқталауға көшеміз. Үстінен ұн сеуіп, екі жағынан айналдыра отырып боқтаулайсыздар. Қамыр қолдарыңызға немесе оқтауға жабысып бастаған кезде ұн сеуіп боқтаулай бересіздер. Қамырымыз осындай жұқа болғанға дейін оқтаулап дайындап қойып қоямыз. Кейін тұздыққа арналған пиязымызды дайындаймыз. Пиязды ортасынан бөліп, турап шығасыздар. Пиязымызды кішкентай темір кастрөлге салып, үстіне бір қасық тұз және жарты қасық бұрыш қосамыз. Етіміз ақырын қайнап жатыр, тұзының дәмін көріп, жеткіліксіз болса қосасыздар. Кейін тұздықтың үстіне сорпаның бетіндегі майлы сорпасын алып, құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Етіміз піскеннен кейін оны сорпадан сүзіп аламыз. Кейін қалауларыңыз бойынша картоп қосасыздар. Жақсылап ашылған жуылған картопты қайнап жатқан сорпаға салып пісіріп аламыз. Осы арада картошкамыз піскенге дейін етімізді турап аламыз. Бешбармаққа туралатын етті жіңішке әрі жалпақ етіп тураған абзал. Етіміздің барлығын турап дайындап, бір ыдысқа салып, бетін жауып қойып қоямыз. Піскен картоптарымызды да сорпадан сүзіп аламыз. Егерде сорпаларыңыз азайып қалса, үстінен су құйып жібересіздер. Кейін қайнап тұрған сорпамызға нанымызды бірнеше бөліктерге бөліп, салып, араластырып, жақсылап қайнатамыз. Нанымыз осылай сорпаның бетіне көтеріліп, 6 минуттың ішінде пісуі тиіс. Піскен нанымызды жақсылап сүзіп, табағымызға саламыз. Нанымыз бір-біріне бірігіп жабысып қалмас үшін тұздықты қосып, ортасын араластырып қоясыздар. Кейін картоптарымызды шетінен айналдырып қойып шығамыз. Ортасынан етімізді ең үстіне қазыдан саласыздар. Еттің үстінен тағы да тұздық құйып шығамыз. Осымен біздің бешбармағымыз дайын, сүрленген етпен өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.